Құрметті оқырмандар, бұл ақпарат әсіресе аға буын өкілдері үшін өте маңызды. Қазір көптеген зейнет жасындағы азаматтар ГЦП жолдауымен военкоматқа барып, мерзімді әскери қызмет өткені туралы анықтама сұрап жүр. Бұл енді қажет емес. Цифрландыру аясында әскери қызмет туралы барлық мәлімет Қорғаныс министрлігінің жүйесінен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ГЦП ақпараттық жүйесіне автоматты түрде беріледі. Не істеу керек? егов порталына кіріңіз. Әскери қызмет бөлімін ашыңыз. Мәліметтердің бар жоғын тексеріңіз. Егер деректер жоқ болса, военкоматқа бармаңыз. егов порталына тікелей мәліметтерді түзету мемлекеттік қызметіне өтініш беріңіз. Өтінішке әскери билет немесе басқа растайтын құжаттарды тіркеңіз. Өтініш қаралғаннан кейін мәліметтер жүйеге енгізіледі. Содан соң ғана зейнетақы тағайындау үшін ГЦП-ға жүгінуге болады. Бұл видеоны міндетті түрде туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз және Leopard KZ парақшасына тіркеліп